Достар, бұл видео тақырыбы жоғарыға шыққан кезде, подъемға шыққан кезде қалай әрекет жасау жайлы болады. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, біздер жоғарыға шықтық, төменге түстік, не айырмашылығы бар деп. Дұрыс, бірақ жолда әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол себепті оны да айтқан жөн деп есептедім. Мысалы, қазір міне биіктікке шығып келе жатырық. Сіз бір жылдамдықпен, мысалы 60-70-пен осы жылдамдықпен шығып кетсеңіз болады. Бірақ жолда кез келген жағдай болуы мүмкін. Алдыңыздан көлік шығып қалуы мүмкін, жануар шығып қалуы мүмкін, мал шығып қалуы мүмкін. Сол секілді тормоздауға мәжбүр боласыз. Тормозда тоқтап қалғаныңыздан кейін қайта жүріп кетуге жаңа жүргізушілеріміз қиналып жатады. Мысалы, осы жерде тоқтап қалсақ егер, ручникті тартамыз. Тоқтадық, үлкен трасса бұл. Қайта жүруіміз керек. Ручник жіберсек, біздер көлігіміз арқаға қарай жүріп бастайды. Сол кезде біздер өшіріп алуымыз мүмкін көлікті. Сол үшін осы жағдайдың алдын алу жайлы бір видео шығару дұрыс деп санадым. Тек сіздер мысалы досыңыздың, туысыңыздың үйіне де қыдырып баруыңыз мүмкін көлігіңізбен. Сол кезде досыңыздың үйі биіктікте орналасқан болса, сіз көлігіңізді жоғары қаратып, тұмсығы аспанға қаратып, биіктікте тұрған кезде қайта айдап келетін кезде сіз қиналуыңыз мүмкін. Өзімнің басымнан да өткен, ол көпшілік жаңа жүргізушілердің басынан өтетін жағдай деп өзім есептеймін. Сол кезде қандай әрекет жасау керек, оны қарастырамыз. Мінекей достар, 3 педалымыз. Бұл еске сала кетейін, механика. Бұл жағдайлар өзі механикада көбінесе кездеседі. Механика қорапты автокөліктерде, толығырақ айта кетсем. Қазір көлігіміз отанып тұрыпты, жанып тұрыпты. Айтқанда биіктікте тұрыппыз. Ол кезде біздер сцеплениені басамыз, бірінші скоростқа саламыз. Сцеплениені біздер жарты 50%-ға ғана қойып жіберуіміз керек. Сол аз ғана газды басып 50% сцеплениемізді қойып жібергеннен кейін газды қаттырақ басып жүріп кетсек болады. Достар, көріп тұрғандарыңыздар, сцепление өзі мотормен баллонды қосып ажырататын педал болып есептеледі. Сол сцеплениенің моторға қосылып жатқан жерін сіздер сезініп ұстап алуларыңыз керек. Ол 50% жіберген кездеріңізде сіздер мотормен баллон қосылатын жағдайға келеді. Мысалы, бірінші скоростқа салдық, сцепление басып отырыппыз. 50%-ға жіберген кезде өз моторының дауысы қысылып сезіледі. Сцепление сөгіл кезде 50%-ға шейін алып келген кезде газ береміз, аз ғана газ беріп, көбірек берсек те болады. Дауысын естіп тұрыпсыздар өздеріңіз. Сөйтіп, қимылдап алғанша да сцеплениені баспай тұрсаңыздар болады. Сол кезде қол торымызды жібереміз де, қаттырақ газ береміз. Қимылдағаннан кейін сцеплениені қолымен жіберсек болады. Көлігіміз қимылдап кетеді. Тоғызды тоқтап аламыз. Подъемға шығып, тоқтап қалған кездерде сіздер қолторымыздың міндетті түрде тартып қоюларыңыз керек. Ал жүрем деп қолторымыз жіберген кезде көлігіміз арқаға кетеді. Сондықтан арқаға қимылдап жатқан көлікке газ беріп, сцеплениені жіберіп, қимылдап алу одан да қиынырақ болып, көлігіміз өшіп қалуына алып келеді. Сіз осы жаттығуды қайта-қайта орындап, қолыңыз, аяғыңыз үйренісіп, толығымен дайын болмағанша сізге үлкен жолға шығуды кеңес бермеймін. Мысалы, ойлауы мүмкін, қол торымызсыз, осы 3 педалмен ақ жүріп кетсек болмай ма сол жерде деп. Ол да болады, бірақ сол ең оңай қол торымызбен болып есептеледі. Подъемға келдік, қол торымызды жібердік. Мына үлкен өзіміздің торымызды басып тұрыппыз. Бұл торымыз алсақ та арқа қарай жүріп кетеді. Сол үшін басып отырамыз.
сцепленияны басамыз. Бірінші скоростқа салдық. Сол кезде қолторымызды істетпейміз десеңіз, мына аяғыма мән беріңіздер. Мына газды табанымызбен басып, сол арада торымызды жүргізсек болады. Осылай жүріп кетсек болады, алдыға қимылдасақ болады. Бұл қолторымызбен жүріп кеткенге қарағанда қиынырақ. Бірақ оны да істесек болады егер. Ол енді кемден кем жағдайларға керек болуы мүмкін. Енді ол да осылай жолы бар деген мақсатта айтып жатырмын. Және бір кезде бұл керек болуы мүмкін. Мысалы біздерде темір жолдар бар, пойыз өтетін, ондай жолдар көп. Сол темір жолдар біздер тегістікте орналаспаған, көбінесе тегістікте орналасқандар да бар, бірақ көбінесе биіктікте, жерімізге келе жатқан тегіс жолдан 1 метр, 2 метр биіктікте болады. Ал оның алдында стоп белгісі бар. Стоп белгісінде біздер жүргізушілік құқықты бұзбаған жағдайда біздер тоқтауымыз керек. Стоп белгісін тоқтаймыз, 3 секунд кедереміз, сол жерде содан кейін қайта жүріп кетеміз. Ал ол жерде 3 секунд тоқтағаннан кейін ручник тартамыз, көлігіміз төбеге қарап пайдамда тұрған болады. Сол жағдайларда да біздер өшіріп алуымыз мүмкін көлігімізді. Ол жерде арқамыздан келе жатқан болады көліктер, біз ол жерде тоқтап біздер пробка жасап қалуымыз мүмкін. Сондықтан осыны мұқият үйреніп алғанымыз жөн болады. Оны да көрсететін боламын. Достар, міне сол сіздерге реальный көрсету үшін осы темір жол қиылысында таптық. Келіп тоқтадық. Бұл жерде стоп белгісі бар. Келіп тоқтағанымыздан кейін 3 секундтан кейін жүрсек болады біздер. Бұл 1, 2, 3 деп 3-ке санап кейін жүрсек болады. Болмаса біздер жол ережесін бұзған болып есептелеміз. Ол тоқтаған кезде екі жағымызға қараймыз. Оң жаққа, сол жаққа пойыз келіп жатқан жоқ па? Содан кейін жүру жалғастырсақ болады. Ал көп жерлерде бұл биіктікте орналасқан болады темір жолдарымыз. Сондықтан көлік келіп тоқтайды биіктікке. Біздер қол торымызды тартып қоямыз. Қол торымызды тартып жүретін кезде, біздер қол торымызды жіберген кезде, көріп тұрғандарыңыздай көлігіміз арқаға қарай жылжиды. Сол кезде жаңа жүргізушілер сасып қалуы мүмкін. Соның алдын алу үшін осы жағдайға туры келмей жатып, біздер алдын алу қалай әрекет жасауды үйреніп алуымыз керек. Достар, әне міне дегенше міне күн да батып барады. Қысқа болады деген видеомызда бір ұзап кеткен секілді, бірақ сіздерге пайдасы болады деген үміттемін. Сіздер қолдауды тоқтатпаңыздар. Лайк басып кетіңіздер, комментарий сіздерден күтемін. Достар, сау болыңыздар. Келесіде қандай видеолар шыққан қалайсыздар? Өздеріңіздің ойларыңызбен де бөліссеңіздер, мен қуанышты болатын едім. Сау саламатта болыңыздар. Жолда жүргенде өте абай болыңыздар.